Достар, естерінде бар ма мындай телефон? Немесе мындай телефон, немесе осындай телефондар. Бұлармен бас сындыруға болады. Естерінде болса, және сіз осы телефондарды қолданған болсаңыздар, сіз нағыз шалсыз, немесе әжесіз. Яғни олдфаксыз. Сіздер білетін шығарсыздар, қандай видеолар осы телефондарда хит болғанын. Білмесеңіздер, шайларыңызды алып келіңіздер, мен сіздерге қазір айтып беремін. Әрине біз көбіне мультфильмдерге қатысы бар видеолар жайлы айтатын боламыз. Шрек қазақша прикол. Йо-майо, бұл видеоны барлығыңыз білетін шығарсыздар. Бұл таза легенда видео. Бұл видео әрбір телефонда болған кезінде барлығы осы видеоны көріп өшіп күлетін. Ал қазір қарасаң, шай ғана бұғауыздан басқа ештеңе жоқ екенін түсінесің. Кезінде бұғауыз естудің өзі күлкілі болған сияқты, бірақ кішкентай баладан не күтесің? Менікі бәрін сігем, бәрін амтылатам. Пошли, осел. Атақ тиме сені. Юмориш. Ай, еп твой маттың балдары. Қазір жаққалы жасыл отақ бас кетті. Соны бағы мен үшін жасау керексіз. Егер оны ұтсаңыз, көтімді беремін. Разрывная! Жалпы кімдер осы видеоны шығарды деп сұрақ қойсаңыздар, жауабы видеоның сонында бар. Шаужанов Арман, Бейбітов Жандос, Жақсыбаев Дәулет, Ақтау 2005 жылы. Жігіттер, қайдан білдіңдер сендердің видеоларын хит болатынын? Олар жай әзіл үшін жасай салған шығар. Ал нәтижесінде видео хит болды. Даже ютубта видеоға 9 жыл болыпты. Бірақ 2005-тен санасақ, видеоға 16 жыл болыпты. 16 жыл, Карл. Сіздер нешедесіңдер, Джеги? Видеоны кейін ютубқа 2012 жылы ғана біреу жүктеп қойыпты. Бірақ соған қарамастан видео қазіргі уақытқа дейін почти 3 миллион просмотр жинапты. Бірақ бұрын интернет болмаған кезінде бұл видео хит болды. Сол себепті как минимум 10 миллион просмотр болатын видеоға мынау. Негізі қазақтар әрқашанда озвучкаға, дыбыстауға өте жақын болған. Егерде тиктокқа кіретін болсаңыздар, қазір анимелердің қазақша дыбыстауын көруге болады. Мысалы мынаны көріңіздер. Она. Мен. Білемін, Итачи. Итачи, маған уәдеңді бер. Саскенің жанында бол. Уәде берем. Без пей. Без құдай. Айтыңыздаршы, реально мықты шыққан ғой? Егерде дәл осындай сапада мықты озвучкалар қазақша шығып отыратын болса, орысша озвучканың бізге керегі болмайды деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар сіздер? Айтпақшы, болашақ фондынан да жақсы сапалы дыбыстамалар шығып отырады. Мысалы, маған Стражи Галактиканың дыбыстамасы өте қатты ұнады. Қане, айтқандарымды қайтала. Атым Грут. Жоқ, бұл бәрімізді өлтіретін батыр ма? Тағы бір байқап көр. Атым Грут. Атым Грут. Міне, дәл осындай жолмен қазақ дубляжы ешқандай орыс дубляжынан кем емес екенін дәлелдеуге болады. Жақсы достар, біз сапалы дыбыстама туралы айтып кетіппіз ғой. Біздің трэш атан заманғы дыбыстамаға оралайық. Спанч Боб, қазақша прикол, көріңдер. Қазақша прикол деген сөзді қоспайтын болса, видео атақты болмайтын сияқты. Егерде видеода қазақша прикол деген приставка болса, ол видеоны 100% атақ күтіп отыр. Пэм. Қотақ бастар. Әлі керек нахуй! Айтпақшы, білмесеңіздер, осы сөзді кейін Ирина Кайратовна группасы өзінің voice-тегі қылып алды. Әлі керек нахуй! Сен гамбург айнашысың бәлі! Қотағыма күлесіңдер ме? Долбоеб жан, ты чё не знаешь нахуй? Гамбургер айнашы қотақ басы. Зат нахуй! Қыз көтіңді, вы чё нахуй? Вообще да нахуй охуели. Я же нахуй Спанч Боб, сука, нахуй. Вообще мозги не еби, ебаный, сука. Нахуй, чё надо? Да ну нахуй. Ты чё, Спанч Боб? Братан, извини. Не обессуй, бля, көреміз. Давай, көреміз. Я Спанч Боб. Если Спанч Бобсың ба не? Если мочалкасың ғой? Мочалка! Қотақ бастырына, коляскамы сен қай жетейін жатсыңдыр қа? Сізді алда не качок ұстау алады? Мен оңқа сігем.
Ал бұл видеоны кімдер жасағанын және қай жыл шыққаны бізге жұмбақ болып қалатын сияқты. Жалпы сол Шрек видеосымен бір уақытта шыққан болар деп ойлаймын. Ол кезде осындай боғауыздан тұратын қазақша прикол озвучкалар толып тұрды. Даже менде кішкентай кезімде телефонның камерасымен телевизорды түсіріп, сөйлеп жатқан адамдардың сөздерін өзімше озвучка жасап, прикол қылдырған болатынмын. Бірақ ол видеоларды әрине сіздерге көрсете алмаймын. Өйткені олар жоқ. Жақсы болды жоқ болғандарына. Қазақша прикол Спанч Боб. Иә, өте оригинальны. Бұл видеода өз коллегалар сияқты тек қана боғауыздан тұрады. Айтпақшы, мұнда скример бар. Сақ болыңыздар. Я қашыңа бәрі, я тормози, я куда бежишь нахуй, я сейчас пизды дам тебе. Я қаша алмаймын, я қалай қаша. Суки, блядь, суки, блядь, суки. Блядь, сен енді білесің ғой, сучка, сука, кәме сен сіген, білем, сен мына пальчик тығам көтіңе, оны айдан тұқпаймын. Патрик, қайдасың, мұнда кел, тоқта, нормально бәрі, нормально, короче, сен дейтін көп қодақ деме, басында корона бар, мен пиздес, қара. Көрме, сен парик қолынан білем ғой, свалила, сен, пидараска, ебать. Давай, тоқта, братишка, сен қайдасың, асық барады, мен ба, ебать, қалай талмайсың, ебать, пацаны, давайте, не амбисуйте, мен как баратын қазір, сен, короче, мен әлін ішіп жатыр не? Не обещу, бля. Подожди-ка, нормально симе. Мен кнопкасын ұмытып кеттім ғой. Братпак, мұнда кел сен, сука. Сен, сука, мұрның ұнамайды маған, сука. Сен қотарпасың енді мына, сен менеджер olмайсың. Енді дейтін, мен менеджер болғым келген жоқ баяғыдан бері мына. Енді Спанч-Боб менеджер болады, мен тоқтан мен менеджер болғым келіп тұрған жоқ. Бәрі нормально сияқты, блядь, мен баяғыдан бері бірақ. Енді сен менеджер болмайсың ба не? Болғым келіп отқан жоқ па не менеджер, сен алмайсың ба не мынаны, сен меня не уважаешь, да? Мен шуал, мен әңгіме жоқ, да? Сен мені уважать етпейсің ба не? Уважать етпейсің ба не? Дауым нахуй, ебать, мен мұрнымнан әңгіме жоқ. Қотақ тиме әкелен әңгісің, нахуй долбоёб. Прикинь, мен менеджермін, ебать нахуй, ебать! Да, не айтсам болады. Трэш әрине, бірақ айтқанымда кезінде күлкілі болды осының барлығы. Мен кезінде деп қоям, бірақ мұнда комментарийда әлі күліп арат етіп отқандар бар екен. Соған қарағанда бұл видеолар мәңгілік өмір сүретін сияқты. Para